Бәріңізге сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ер адамдардың сүйіп жейтін тағамдары драник жасайтын боламыз. Алдымен картабымызды ашып, теркадан өткізіп аламыз. Оны болғаннан соң чесногымызды теркадан өткіземіз. Міне кішкентай жағымен өткізіңіздер, жақсылап. Ал оны болған соң үстіне бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Ал жұмыртқамызды салып болғасын кішкене ұн қосамыз. Ол бір-бірінен ажырап кетпес үшін салынады. Ал одан соң кез келген приправаны салсаңыздар болады. Менде для жаркое деген приправа. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай тұзын, приправасын қосып аласыздар. Мен тағы да перец қосатын боламын. Бізге осылай ұнайды. Міне жақсылап араластырып аламыз. Ал одан кейін сковородкамызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Одан кейін міне осылай қасыққа салып алып драниктерімізді пісіреміз. Осылай домалақ қылып саласыздар. Майларыңыз қызып тұрса дұрыс болады. Сонда хрустящий болып, әдемі болып піседі. Осылай салып дайындаймыз. Міне, ал біздің драниктеріміз дайын. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Ер адамдарға өте ұнайды. Менің өзімнің күйеуім өте жақсы көреді осы тағамды. Сүйіп жейді. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, подписка жасаңыз.